Балалар, бүгін 37 сабақ әдебиет оқулығы не үйрендім деген. Бірінші тапсырма, берілген өлеңді қалай аталады, авторы кім дейді. Оқысан балалар, шамнан шырақ жақылар, тілеген алтыннан іздемей-ақ табылар. Балалар, бұл жерде авторы Ыбырай Алтынсарин, иә? Біріншісінің жауабы. Ал екінші тапсырма, Қастек Баянбайдың өлең тауып көрсет дейді. Бұл балалар, барсам бекен мектепке. Міне. Екіншісі, барсам екен мектепке. Екіншісінің жауабы. Міне. Ал үшіншісі, үзінді қай мәтіннен алынған? Мамандықта атаулыға апарар жол мектептен басталады, иә? Үшіншісінің жауабы, білім жолы мектептен басталады. Ал төртінші тапсырма, әнші болу үшін ұстаздың қатаң талабына шыдау керек деген қай мәтіннен үзінді дейді. Балалар, ол ұстаз бен шәкірт деген екен, ұстаз бен шәкірт. Ал бесінші тапсырма, берілген тірек сөздерді пайдаланып мақал мәтел құрастыр дейді. Оқу, бұлағы, білім, өмір, білім, шырағы деген сөздерде. Бұл жерде оқу, білім, бұлағы, білім, өмір, шырағы, е? Ал енді алтыншы тапсырма, талаптанып келеміз, қанаттанып қайтамыз деген өлеңді жолдар қай өлеңнен үзінді дейді. Балалар, бұл мектеп, мектеп деген. Мектеп деген өлең алынған екен, әсі. Жетінші тапсырма, оқу оларға созса, қол жетпейтін алыс армандай көрінетін деген жолдарды қай мәтіннен алынған дейді балалар. Бұл киіз үйдегі мектеп деген екен, е? Міне. Киіз үйдегі мектеп. Балалар, міне, осылай жазып қойдым. Балалар, осы сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.